Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз бір табақтық еттің мүшелеп салынуын көрсететін боламыз. Барлығы жылқының еті, ең алдымен осындай бір табаққа кететін кесе ет саламыз. Барлығын қазанға салып көрсетемін қазір. Мынау бізде қабырға, қазы қабырға дейді. Мұнда сүйегі бар. Қазы қабырға дейміз. Осыны саламыз. Барлығын жуып дайындап алдым біріншіден. Мына жерде омыртқа дейміз. Омыртқа мінекей ортасында ғана сүйегі бар, екі жақ қанатында ет, кесе ет саламыз. Так. Қазы, бұл қазы қабырға емес, қазы. Мінекей майы бөлек, несі бөлек, еті бөлек саламыз. Мынау бізде қарын. Үлкен жалпақ болатын болса қарын дедік. Қарынды саламыз. Мынау бізде қарта. Қарта деген осындай дөңгелек болады. Соны алдыңғы видеоларымда көрсеткен болатынмын. Осылай бөліп бір табақтық етіп дайындап аламыз деп. Соны саламыз. Және де мынау шұжық. Бізде солтүстікте осылай шұжық етіп жасайды. Кейбір басқа жақтарда, басқа өңірлерде қазыны осылай шектің ішіне айналдырады екен. Бірақ солтүстікте жылқылардың қазысы шекке сыймайтын болғандықтан осылай бөлек біз асатын боламыз. Енді мынаған су толтырып, отқа қоямыз. Мінекей суды толтырып жатырмыз. Судың температурасын айтып кетейін. 50-60 градустан аспау керек. Себебі сіздер салқын су құйсаңыздар да, өте салқын су құйсаңыздар, өте ыстық су құйсаңыздар да, мынау еттеріңіз қызарып кетеді. Сондықтан қанжылым су деп айтамыз. Соны құйып, қазір газға қоятын боламыз. Мінекей суды құйдық, отқа қойдым. Енді қайнағанын күтеміз. Қайнағаннан кейін астын басып 2-2,5 сағат пісіретін боламыз.